Саламатсыздар ма студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Даниярова Әсел Мұратқызы. Бүгінгі біздің видео сабағымыз КМ04 автоматиканы және сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау дискреттік құрылғыларын қолдану модулі бойынша бүгінгі біздің сабағымыз трансформаторлар туралы болады. Яғни трансформатор дегеніміз не? Трансформатор кернеуді арттыру, төмендетуге және ауыспалы ток түрлендіруге мүмкіндік беретін қарапайым құрылғы болып табылады екен. 1878 жылы Ресей ғалымы Яблочков алғашқы рет трансформаторды ойлап тапқан және электр шамдар заряд беру үшін қолданған екен. Енді трансформатор латын тілінен трансформа, түрлендіремін, кернеулі айнымалы ток жиілігін өзгертпей, басқа кернеулі айнымалы токқа түрлендіретін статикалық электромагниттік құрылғы болып табылады. Трансформатордың жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция құрылысына және параметрлік эффектіге негізделген. Негізгі элементтері магнит өткізгіш және онда орналасқан бірнеше реттік орамалар мен бірнеше екінші реттік орамалардан тұрады. Трансформаторлардың барлық орамалары бір-бірімен индуктивті түрде ортақ магнит өрісімен байланысқан екен. Енді трансформатордың жұмыс принципіне келетін болсақ, трансформатордың әсері электромагниттік индукция феноменіне негізделген. Ауыспалы ток бастапқы орамнан өтіп бара жатқанда, әр орамдағы индукция электр қозғалтқыш күші қозғалатын темірдің ядросында ауыспалы магниттік ағын пайда болады. Бұл кернеуді бірнеше рет трансформатормен ұлғайту арқылы ағынды бірдей мөлшермен және керісінше азайтады екен. Енді трансформатордың түрлеріне келетін болсақ, электрлік, автоток, кернеу бөлгіш трансформаторлары болып бөлінеді екен. Электр трансформатор дегеніміз электр энергиясын алу және пайдалану үшін арналған электр желілеріне және электр қондырғыларында электр энергиясын айырбастауға арналған трансформатор екен. Ал автотрансформатор дегеніміз трансформатордың нұсқасы болып табылады. Онда бастапқы және қайталама орамалар тікелей қосылған. Және осы себепті тек электромагниттік байланысты ғана емес, сондай-ақ электрлік болып табылады екен. Ал енді ток трансформаторына келетін болсақ, ток трансформаторы ток көзіне жұмыс істейді. Әдеттегі қолдану, өлшеу, қорғау, басқару және сигнализация схемаларында пайдаланады екен. Ары қарай кернеу трансформаторды кернеу көзі арқылы жұмыс істейтін трансформатор болып табылады екен. Сонымен қатар бөлгіш трансформаторы бұл бастапқы орамасының екінші орамаларға электрлік түрде қосылмаған трансформатор болып табылады екен. Енді трансформатор туралы біз қысқаша видео көріп кетсек. Трансформаторлар айнымалы тоқты бір қысыммен қабылдап, оны басқа қысыммен шығара алады. Осылайша олар электр қуатын үлкен қашықтықтарға тарату тиімділігін арттыру үшін қолданылады. Бұл бейнеде біз үш фазалы трансформатордың ең қарапайым құрылғысының жұмыс істеу қағидасы мен құрылымын қарастырамыз. Трансформатор жұмысының басты қағидасы электромагниттік индукцияға негізделген. Бұл қағидаға сай, контурмен байланысы бар айнымалы магнитті өріс оның ішінде электр қозғаушы күшін немесе ЭКК туғызады. Мұндай айнымалы магнитті өріске шарғы мен айнымалы ЭКК-ның жүйесі көмегімен оңай қол жеткізуге болады. Өткізгіштен ток өткен кезде магнитті өріс түзіледі. Шарғының түсетін магнитті өрісі суретте көрсетілгендей болады. Айнымалы тоқтың табиғаты тербелмелі болғандықтан, шарғының магнитті өрісі де тербелетін болады.
Бұл магнитті ағын темір магнитті материалдан жасалған магнитті өткізгіштің көмегімен екінші реттік орамамен тиімді байланысуы мүмкін. Аталған айнымалы магнитті өріс электромагнитті индукцияның арқасында екінші реттік орамалдарда ЭКК тудырады. Орамдар тізбектеліп орналасқандықтан, орауышта пайда болған жиынтықты ЭКК әрбір бөлік орамдардағы ЭКК қосындысына тең болады. Бірінші және екінші реттік орама арқылы бір магнитті ағын өткендіктен бірінші ораманың ЭКК мен екінші ораманың ЭКК тең болады. Бірінші реттік орауыштағы орамның ЭКК формулада көрсетілгенде кірістегі кернеуімен өзара байланысты болады. Нәтижесінде екінші реттік орамада пайда болатын ЭКК келесідей түрде көрініс табады. Бұл екінші реттік орамадағы орам санын бірінші орамдағыға қарағанда азайту арқылы кернеуді төмендетуге болатынын білдіреді. Және керісінше, кернеуді арттыруға да болады. Алайда энергияның сақталу заңы бойынша бірінші және екінші тоқтар келесі тәуелділікке бағынуы тиіс. Үш фазалы трансформаторларда үш бірдей бір фазалы трансформатор алмасады. Алайда олардың орама құрылғылары сәл өзгеше болады. Бұл жағдайда бірінші және екінші реттік орама шоғырланып орналасқан. Үш фазалы трансформаторда тағы екі жұп осындай орамалар қолданылады. Жоғары қуатты трансформаторларда әдетте дискілі орама деп аталатын арнайы орамалар қолданылды. Оларда бөлек дискілік орамалар ішкі және сыртқы өткелдер көмегімен кезектесіп біріктірілген. Кернеу төмен орамалар үш бұрыш үлгісімен, ал кернеуі жоғары орамалар жұлдыз үлгісімен жалғанады. Осылайша, сызықты кернеу қосымша жоғары кернеу жақтағы үшеуінен квадрат түбіріне көбейтіледі. Сондай-ақ бұл үш фазалы көтеруші трансформатордан төрт сыртқа шығарылатын өткізгішті таратуға болатынын білдіреді. Үш фазалы және бірі бейтарап. Электр энергиясын бұру үшін жоғарғы кернеулі оқшауланған сыртқа шығарылатын өткізгіштер қажет. Трансформатордың магнит өткізгіші жұқа оқшауланған болат тілімшелерден жасалуы мүмкін. Осындай болат тілікшелер көрсетілгендей үш фазалы білік құрылу үшін бірге топталады. Бұл тілікшелер құйынды тоқтардың түзілуіне байланысты электр энергиясы шығынын қысқарту қызметін атқарады. Төмен кернеулі орамалар әдетте магнит өткізгішке неғұрлым жақын орналасады. Энергияның бірінші реттік орамадан екінші реттік орамаға өту кезінде түрлі энергия шығындары орын алады. Энергияның барлық осы шығындары жылу ретінде сейіледі. Сондықтан трансформатор жылуды сейілту үшін әдетте салқындатқыш майға батырылған. Май табиғи конвекцияның арқасында жылуды сейілтеді. Жылуды сіңірген сайын ыдыстағы майдың көлемі ұлғаяды. Бұл көлемнің арту мәселесі кеңейткіш бактың Сонымен студенттер, бүгінгі біздің видео сабағымыз танымды болды деген ойдамын. Енді үй тапсырмасын алатын болсақ, үй тапсырмасына осы трансформаторлардан бөлек күштік трансформатор туралы мәлімет жинаймыз. Интернетті пайдалана отырып, сонымен лекциямызды түгелдеп трансформатор сөзіне сөз жұмбақ құрастырамыз. Қосымша тест 5 тест сұрақтары бойынша. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.